Бүгінгі біздің әңгімеміз 13 ғасырда өткен ең ұлы шайқас туралы болмақ. Әлемде неше түрлі анықтамаларда жазылып жатады ғой, 5 ұлы шайқас деп, 300 ұлы шайқас, 100 ұлы шайқас деп. Соның көбінің ішіне кірмеген, бірақ та нақты факті бойынша алғанда 13 ғасырдағы моңғол жаулап алуының түгел негізін бәріне жол салып берген Ихулин шайқас туралы болмақ. Бұл шайқас 1211 жылы көктемнің аяғында, жаздың басында, жаздың ортасына таманға дейінгі уақытта өтті. Қарсыласушы жақтар Шыңғысхан бастаған моңғол әскері, екіншісі оған қарсы тұрған Зин империясы бастаған чүржіттер әскері. Чүржіттер деген Туңғыс Манжур халқы. Олар негізі ата-бабалары аңшылар болған. Кейін келіп мына солтүстік Жунғаны бағындырып, өте мықты Зин империясын құрады. Зин империясы аударғанда алтын деген сөз, Зин, алтын деген сөз, алтын империясы. Оның алдында қарақытайлардың Лияу империясы болды. Лияу деген темір деген сөз. Сол Лияу империясын құлатып, Зин империясы өзі нығаяды. Солтүстік Жунғада, Жунға деген Қытай, айтып өттім ғой. Сол Шыңғысхан март айында басып кіреді Зин империясына. Март айында Гоби шөлінен өтеді. Неге март айында? Марттың ортасынан бастап аяғына дейін бір 15 күндей сондай өте ыңғайлы кез болады шөлде. Тастақ шөл ғой, Гоби шөлі. Тасты болып келеді. Сол кезде гүлдейді бәрі. Таза су ағып жатады, бұлақтар пайда болады. Тасты жерлерде гүлдейді. Сол кезде әскерін алып өтеді. Шыңғысханның әскері 110 мыңдай болады. Кейбір деректерде 115 мың дейді. 95 мың таза моңғол әскері. Моңғолдар білеміз, құралдың қай халықтардан Қият, Меркіт, Татар, Найман, Керейит, Қоңырат, Оңғұт солардан құралады. Қалған 20 мың Қарлұқ, Ұйғыр, басқа халықтардан ішінде. Оларға қарсы шығады, Зин император жібереді. Маршал Динсе бастаған 400 мыңдық әскерді, 400 мың адамды жібереді. Оны басқарып келген маршалдың аты Динсе. Алдын ала моңғолдарды қорқыту үшін Минан деген Қытай өзі нәсілі. Ана Ханзу емес, көшпелі Қытай. Нәсілі Қытай Минан деген генералды ел шығып жібереді Шыңғысханға. Динсе маршал. Барып айтып бар, біз осынша адаммен келе жатырмыз, өлімге дайындалсын деп. Шыңғысхан шатырына келеді, әскери шатырына келіп, бәрін жайып салады. Бірақ та енді әртүрлі әңгімелер бар тарихта. Бұл енді сатылған адам болды Шыңғысханға. Өзі Қытай мына шүршіттерге қаны қасып болды, және Қытай туыстық жағынан моңғолдарға, түркі моңғолдарға ұқсас халық болды. Оны өткен бір хабарларда айттық қой. Ана Жетісудағы қарақытайлар туралы. Сол түгел жайып салады жоспарды. Одан кейін Шыңғысхан тез соғысқа дайындалады да Ихулин жотасына қарай жүреді. Шүршіттер Ихулин жотасына бірінші келіп алады. Ихулин жотасы бір асулар, мына Жуду дейді, ол кезде Бейжің қаласы қазіргі. Содан асу арқылы өтеді да, одан мына терісі жағында бір алаңқай бар асудан түскенде, сол алаңқайға жиналып алады шүршіт әскері. Енді екі жақтың күшін салыстырайық. Моңғол қолында 115 мыңдай дедік әскердің саны. Түгел атты әскер. Ал Динсе маршалдың қолында 400 мың адам дедік. Бірақ та көшпелі елдерге қарағанда, мына отырықшы елдердің көбін, әсіресе Жунга жақтағы, Қытай жақтағы елдердің әскери соғыс жалпы стратегиясы, жалпы соғыс өнері бөлектеу болды өте. 400 мың адам ішінде 100 мыңы жауынгерді, қалған 3 адам қосалқы адамдар, көмекшілер. Көмекшілерге қызметшілер бәрі жатады. Аспаз, тамақ пісіретін, одан қару-жарақты дайындайтын, кірлерді жуатын, жер қазатын, шатырлар орнататын, тағы сондай көп жұмыстар, көп қызметшілер болады. Сонда әрбір 4
адамның үшеуі қызметкер, жүзі сонда біреуі жауынгер болып келеді. Сонда толық әскерге жарамды жауынгер қуаты бар әскер 100 мыңнан асады кішкене ғана. Зинда, шүршіттерден. Олардың 30 мыңы атты әскер, 70 мыңы жаяу әскер. 30 мың атты әскердің ішінде шүршіттердің темірмен қаруланған өте мықты пластинка сауыт киген, болат сауыт киген таңдамалы әскері 15 мың. Өте мықты жауынгерлер олар. Соғысқа дені сылған жауынгерлер. Қалғаны қытайлар 15 мың, 30 мың, ал 70 мың Ханзудан алынған жаяу әскер. Ханзулар деген кәдімгі біз Қытай деп атап жүрген таза бұрынғы ханзулар. Таза өзінің ұлттық аты. Сол екіге бөледі өзін, үшке бөледі. Мына бежін жақтан кіргенде, жонду жақтан кіргенде, басында, жолдың басында өзінің негізгі отты қаруын ала алмай қояды жүргендер, таудан өткенде, көтере алмай. Таудың асуларынан қиын болады да, сол жерде азық-түлікпен бірге, шатырлармен бірге бірсыпыр адамын қалдырады, 100 мыңдай адам сол жақта қалдырады, сол жақта отты сақпандарын қалдырады, артиллериясын қалдырады бұрынға. Содан өздері жаяу өтеді. Мына ортасына кеп, жазыққа кеп тіреліп, оған негізгі қолды Динсе өзі басқарып тұрады. Оның ішінде баяғы 30 мың атты әскері де бар. Содан кейін 40 мыңдай енді жаяу әскерді өзі. Қалған 30 мың әскерді Хошаху деген қолбасшысына тапсырады. Ол мына батыс жақта тұрады, таудың басында. Ол енді тоже мықты. Оның қол астында 30 мың әскер болады. 30 мың әскер және жаяу әскер және 10 мыңдай атты әскер болады. Кейіннен қосылған өзінің Хошаху генерал. Оның басты мақсаты Тусурттан соғу керек болды моңғолдарға. Екі жақ. Шыңғысхан әскерін бастап келеді. Чаган деген өзінің моңғолдарға беріліп кеткен Таңқұт өзінің және күйеу баласы болып келеді. Күйеу баласы болғанда енді моңғол ортасының бір қызын алған, өзі моңғол болып кеткен. Соны барлауға жібереді. Әлгі барлап келеді, түнде айтады, тура шабуылдауға болады таңертең дейді. Ана асуға дейін қуамыз, ары қарай жаяу шығу керек дейді. Жебе де соны құптайды. Содан кейін таңертең қатты соғыс басталады моңғолдармен. Моңғолдар 100 мың. Аналар 70 мыңдай тұрады жазықта. Жиналып, сап түзеп. Моңғолдардың бұрынғы әдісі бар. Ол енді өте мықты әдіс, садақтың оқтарын жаудыру. Әрбір жауынгерде 3 қорамсақтан, 1 қорамсақта 30 оқтан. Сонда сананы 100 мың кісі 10 рет атса 1 миллион. 1 қорамсақта атса 30 оқ, 3 миллион оқ жаудырады. Ол қайда кетті? Және моңғолдардың дәлме-дәл мергендігін қосса 5 жастан бастап үйренген. Және садақтардың алысқа сермелетінін қосса түгелдей. Ол бет қаратпас ату күші керемет. Онда енді ешқашан болған жоқ 13 ғасырда бас келдірді ешкімде. Содан атыспен басталады. Моңғолдар бұлтты жауып тастайды, садақ оқтары керемет атылып. Анау жазыққа шыққан түгел қол жараланады, тіпті ана болат сауыты бардардың жауынгерлердің көбі бірсыпыра жараланады, көбі жараланады. Сол қатты атыстан кейін, 1 сағатқа созылған атыстан кейін. Тіпті моңғолдар 3 қорамсақтың 2-ін атып тастаған шығар, 2-ін бітіріп. Содан әбден әлсіреген Зин әскеріне моңғолдардың атты әскер шабуылдайды да түгел қырып жояды. Аналар шүршіттер не істерін білмейді де тауға қарай қашады. Аттан түсіп тауға қарай қашады. Сонда Шыңғысхан бұйрық береді, ана Шаганның ақылы бойынша Таңқұт жігітінің жаяу қоландар артына деп. Жаяу қола барыттарын ұмыстырады, олардың тау басындағы лагерінде басып алады түгелдей. Сол кезде мына қолбасшы Динсе қайтыс болады шайқаста. Ал ол тосып отырған Хошаху батыр сол жақ қолын әлгі тығып қойып қойған моңғолдар Тусуртынан соғасын деген. Ол батыр өз жанынан түнеледі, өзінің барлық әскерін алып, моңғолдарға шабуыл жасаудың орнына таудан түсіп қашып кетеді. Содан кейін бұл шайқастың тағдыры шешіледі. Осылай бір жағынан әлгі тәртіпсіздік шүршіт әскерінде, екінші жағынан мына моңғолдардың әскери тактикасының өз күштілігі. Мысалы, әскери қуаттар көрінеді, жауынгерлік рух. Моңғол қолында жауынгерлік рух өте биік болды. Шүршіт әскерінде шүршіттер болды, ол енді басқарушы халық. Одан кейін қытайлар болды, қытайлар бағынушы халық, оларға өте
ашулы болды. Олар жөнді соғысқанда шайқасқан. Жаяу әскерлер ханзулар. Ханзулар таза қытайлар. Біз ханзу дейміз оларды. Ханзулардың жаяу әскер ол да қас болды шүштерге. Сондықтан халықтар сен күштің арқасында ғана ұсталынып тұрған империяға бағынышты елдер болды. Олар жөнді соғыс алған жоқ. Соғысқысы келгенде қит етсе қаша бастайтын. Сондықтан да тәртіп болмады. Жауынгерлік рух нашар болды. Қолбасшылардың қабілеті. Шыңғысханның қолбасшылары өте мықты. Жебе, Сүбедей, Желме, Құбылай, оның ұлдары да Жошы, Шағатай керемет мықты қолбасшылық қасиеттер көрсетті осы шайқастарда. Әскердің саны енді. Және айттық, моңғолдарда бәрі әскер. Көшпелілердің бір жақсысы, олар қосымша әлгі қызмет көрсететін қызметшілерді алып жүрмейді, шұбатып. Олар өздері тамақ дайындайды, өздері киіз үй жасайды, тұрғызады, өздері бәрін істейді, өздері қару-жарақтан тазартады. Сонда барлық 115 мың қол түгел әскер, яғни халық әскер. Ал шүшіттерде бағана айттық, 400 мың келді кісі, 400 мың кісінің 100 мыңнан сәл асатыны ғана жауынгерді, қалғандар қосымша қызметкерлер. Ол қосымша қызметкерлердің ішінде енді бір тағы бір 70-80 мыңы әлгі қару-жарақ тазалап отыратын қызметшілердің сондай түрі. Олар мүмкін соғысса соғыс алады, соғысқа қатысады. Бірақ та олар енді сауаты жоқ, әсенже жеңіл, найзамен соғысуға, сондай садақпен атуға ғана қатыса алады. Осындай бей-берекетсіздіктің арқасында шүршіт әскері керемет талқандалады. Талқандалады, тіпті сол кезде Рашид ад-Диннің мысалы жазбасында атақты парсы ғұламасы сүйектер ағаштар секілді сатырылып жатты дейді. Соғыстың қатты болған сондай. Өте қатты қырғындалды. 400 мың адамнан анау Хушақу бастап қашып кеткен енді 100 мың адам, қалған 250 мың адам өледі, тағы да 50 мың адам жан жаққа бытырап әзер-мәзер қашады, қашып кетеді. Ал Шыңғысханның әскерінде өлгендер саны 1 мың, 1,5 мыңға жетер ме, жетпес пе? Сондай міне әлгі садақтың ату күшінің арқасында, одан кейін тәртіптің арқасында батыл бәрі бір жерден қимылдағаннан астам бірге бір қол болып. Шүршіттер үшке бөлінгеннің арқасында және тактикасын дұрыс алмағанның арқасында, дұрыс қоймағанның арқасында әскери сапты бәрін. Одан кейін ана бір қолбасшының сатушылығы арқасында, сатқындығы арқасында керемет қатты жеңіліске ұшырады. Бұл 1211 жылдың көктемнің аяғы мен жаздың ортасына таман болған уақыт. Көп айтады, августтың басы дейді, енді сондай кезде айтыр, жаз айында болған оқиға. Бұл оқиғадан кейін моңғол империясына қарсы тұра алатын шүршіттерде күш қалмады. Әлі әскер жинады шүршіттер, бірақ осы шайқаста енді кадровый әскер түгелдей қаза табады. Міне Шыңғысханның керемет қолбасшылығы. Және шүршіттерде өзі қолбасшыларда болды мықты, бірақ та коррупция, мына жемқорлық керемет зор дамыған, жайылып кеткен шүршіт сарайында. Бейжіңде болсын, оңтүстік Астанада, батыс Астанада, шығыс Астанада бәр жерде. Олар бір-бірінің көзі адал адамдарды және талантты адамдарды өлтіртіп отырды. Мысалы, Ваньян Зухау деген керемет қолбасшы болды шүршіттердің. Олар да мықты халық қой, ата-бабалар, аңшылар. Ол енді көшпелілерде жеңіп жүрген, оңтүстіктегі ханзуларды жеңіп жүрген, Сун империясының әскері. Соны мына жаққа моңғолдарға қарсы дайындалып жатқанда у беріп өлтіреді біреулер. Яғни оның атақ даңқы ары қарай жайылмасын деп қызғаныштан өлтіріп тастайды. Міне жемқорлық қайда апарады. Осының арқасында, осындай әрекеттердің арқасында Зин империясы өте қатты шығынға ұшырап, моңғолдар үстем күшке айналады. Ары қарай әрине соғыс 15 жылға дейін созылады. Бірақ та ең негізгі жүргендердің таңдаулы әскері осы шайқаста жойылып кетеді. Міне осы шайқас туралы әңгімемді бүгін аяқтаймын.